Қоғамның қалыптасуы, дамуы, өзгеруі өте қызық құбылыс. Ойланып көріңізші, қызығушылығы, құндылығы, экономикалық деңгейі әртүрлі адамдар неше түрлі субмәдениеттің, нәсілдің өкілдері үлкен бір ортада топтасқан. Әрі, ол жай ғана бірге салмаған. Оның алдында өмірдің сан түрлі кезеңдерін бірлесе, ажырамай өту міндеті тұр. Саяси демографиялық ахуал, экономикалық дағдарыс, технологиялық өзгерістер адамзатты тоқырауға итермелеуі мүмкін. Салдарынан кейде шамадан тыс қиындықтарға немесе күйзелістерге төтеп бере аламыз ба деген сұрақ туындайды. Әлеуметтанудың негізін қалаушылардың бірі Эмиль Дюркгейм осыған байланысты қоғам қалай тұтастығын сақтайды деген сауалға жауап іздеген. Ол 1858-1917 жылдар аралығында Францияда өмір сүрген. Осы тұста католик шіркеуінің дәстүрлі билігі әлсіреп, индустриализация басталуына орай Франция экономикалық, технологиялық, қоғамдық өзгерістерге қарсы жаппай күресті. Мұндай факторларды ескерсек, Дюркгеймді қоғам күйремеу үшін не істеу керек? Оның тұтастығын сақтауға не әсер етеді деген сауалдардың мазалаған орынды. Өйткені әлеуметтанудың көмегімен қоғамдағы өзгерістерді анықтап, салдарын болжауға болады. Дюркгеймнің пікірінше, биология мен медицина адам ағзасы үшін қандай маңызды болса, әлеуметтану қоғам үшін маңызы сондай деңгейде. Ол қоғамды тәннің саулығы үшін бірге жұмыс істейтін әртүрлі ағзадан құралған организм деп есептеді. Оны жақсы немесе нашар жұмыс істей алатын құрылым ретінде қарастырып, құрылымдық функционалды парадигманың негізін қалады. Дюркгеймнің зерттеулері қоғамның тұрақтылығын сақтауға және тұрақты қоғамның жеке адамдардың бақытты болуына көмектесетін негіздеуге арналған. Біз алдыңғы дәрісте айтқан Карл Маркстың теориялары әлеуметтік қақтығыстарды түсіндіретін болса, Дюркгеймнің ғылыми мұрасы әлеуметтік тұрақтылықты түсіндірді. Оның суицид деп аталатын зерттеуі тұжырымды дәлелдеу үшін статистикалық әдістерді қолданған алғашқы әлеуметтануық жұмыс ретінде белгілі. Бұл еңбек жаңа ғылым үшін теориялық және танымдық негіз қалауға сеп болды. Зерттеу Дюркгеймнің негізгі әдіснамалық жұмысы әлеуметтану әдістерінің ережелері кітабынан кейін 2 жыл өткесін 1897 жылы жарық көрді. Бір жағынан бұл ізденіс Дюркгеймнің социологиялық таным үшін бекіткен принциптерін нақтылауды көздеді. Ғалым әлеуметтану негізгі мақсаты деп санаған заңдарды түсіну, оны жаңа әдіске сәйкес алынған алғашқы заңдармен толықтыру маңызды деп санады. Жалпы, суицид мәнін таным теориясы арқылы мысал келтірумен шектеу қате. Бұған көз жеткізу үшін Дюркгейм алғашқы зерттеу тақырыбы ретінде неге суицидті таңдағанын ұғыну керек. Не себепті? Қоғамның құндылықтар жүйесіндегі түбегейлі дағдарыстарды білдіретін ұғымның ауқымдылығына қарамастан өз-өзіне қол жұмсау дерегінің артуына назар аударды. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін Дюркгейм ұсынған суицид ұғымының анықтамасына назар салайық. Суицид соңы өлімге әкелетін білсе де, құрбанның оң немесе теріс әрекетін тікелей немесе жанама нәтижесі болатын өлім оқиғасы. Дюркгейм әлеуметтанушы ретінде қандай да бір нақты индивидтің суицидке бару себебін зерттеуді көздеген жоқ. Оны бір топтағы суицидтің көрсеткіштері неліктен екінші топтағыдан жоғарырақ деген сұрақ мазалады. Психологиялық және биологиялық факторлар белгілі бір топтағы индивидтің суицидке барғанын түсіндіре алса, Дюркгеймнің көзқарасы бойынша әлеуметтік факторлар ғана суицидтің топтар арасындағы көрсеткіштерінің әртүрлі болу себебін анықтай алады. Дюркгейм суицид деңгейін анықтау үшін 2 тәсілді қолдануды ұсынды. Біріншісі, әртүрлі қоғамдар мен қауымдастықтар бойынша салыстыру. Екіншісі, топтағы белгілі бір уақыт аралығындағы суицид көрсеткіштерінің өзгерісін бақылау. Өз-өзіне қол жұмсау адамның жеке шешімі секілді қабылданады. Алайда Дюркгейм бұл шешім жеке ойдан қалыптаспайтын, оған қоғамның да әсері бар екенін ашып көрсетеді. Әлеуметтанушы қоғамды ұстап тұрған құндылықтар мәнінің жойылуы, онда өз жолында жоғалту сезімін тудырады деп нақтылайды. Оқшаулану сезімін, арман мақсаттың ендігі бағыт-бағдардың жоқтығын қоғамдағы салмақты өзгерістермен байланыстырады. Дюркгеймше айтсақ, әлеуметтік фактілер жекелеген адамдардан тыс қалыптасады. Мысалы, әулие Валентин күнін алайық. 14 ақпанда бір-біріне сыйлық беретін ғашықтар көп. Бірақ олар бұл мерекені өздері ойлап тапқан жоқ. Тойлау керек деп те өздері шешкен жоқ. Қоғамда қалыптасқан әдеттер, түсініктер әсер етті. Біздің ортамызда бұл күнді мереке деп қабылдамайтындар да жетерлік. Дегенмен, олар да осы күні сыртқы факторлардың әсерінен серіктеріне сыйлық сыйлауы мүмкін. Яғни, әлеуметтік фактілерге әртүрлі факторлар әсер етеді. Олар тіпті
көршілермен қалай қарым-қатынас орнату қажетін, ортада өзіңді қалай ұстау керегін анықтайды. Тағы мысал келтірейік. Бір адам опера қойылымына барды делік. Оған өнерпаздардың дуэт айтқанда өзін ұстауы, дауыстары ұнай қойған жоқ. Бірақ ол әншілер кезекті ариясын аяқтағанда көппен бірге самарқау болса да қол соқты. Демек, оған да әлеуметтік факторлар әсер етті. Яғни, сана дегеніміз қоғамның әлеуметтік фактілерін құрайтын барлық пікірдің, моральдың, идеялардың жиынтығы. Бұл идеяны Дюркгейм өзінің суицид туралы әйгілі еңбегінде сипаттады. Өзін өзі өлтіруді әлеуметтік нәрсе деп ойлау біртүрлі болуы мүмкін. Бірақ Дюркгейм әлеуметтік құрылымдар мен суицид арасында тығыз байланыс барын дәлелдеді. Ол бұл байланысты әлеуметтік интеграцияның болмауымен түсіндірді. Ғалым 19 ғасырдағы Еуропадағы суицид статистикасына қараған кезде дәстүрлі қоғамнан қазіргі қоғамға көшкен аралықта суицид оқиғасының жиілегенін байқаған. Ол дәстүрлі қоғамды әлеуметтік жағына интеграцияланған деп есептеді. Адамдар өздерін қоғамдағы орнын және басқа адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керегін білетін. Бірақ уақыт өте келе қоғам әлеуметтік интеграциядан айырылды. Діннің және басқа да дәстүрлі құндылықтардың маңызының төмендеуі адамды қоғамнан әлдеқайда алшақтатты. Бұл Дюркгеймнің пікірінше суицид санының айтарлықтай өсуіне әкелді. Қоғам өз заңдары бойынша өмір сүретін индивидтердің өзара әрекеттесуі. Жеке тұлғаның мінез-құлқы қоғамның әлеуметтік біртұтастығымен анықталады. Қоғамның әлеуметтік бірлігі ажырай бастаса, жеке адам құндылық бағдарларын жоғалтады. Бұл аномияға келеді. Аномия дегеніміз заңның және мінез-құлық нормаларының болмауы. Эмиль Дюркгейм мұндай жағдайлар дағдарыспен түбегейлі әлеуметтік өзгерістер кезінде адамдар белгілі бір нәрселерге қатысты сенімін жоғалтқанда және қалыптасқан нормаларға сай әрекету қиын болған кезде туындайтынын айтты. Ол суицидтің көлеміндегі сыни факторлар, әлеуметтік фактілердің деңгейіндегі айырмашылықтарда орнығады деген қорытындыға келеді. Әртүрлі топтарда әрқилы әлеуметтік бағыттарды шығаратын сезімдер болады. Осы әлеуметтік бағыт суицид жайлы жеке шешімдерді туындатады. Басқаша айтқанда, ұжымдық сезімдердегі өзгеріс әлеуметтік бағыттарға әсер етеді. Ол өз кезегінде суицид санын өзгертеді. Әлеуметтанушы осы еңбегінде суицидтің бірнеше түрін анықтайды. Қатаң тәртіп пен шексіз еркіндік адамдардың өз-өзіне қол жұмсауына әсер етеді. Мысалы, фатальдық суицид қоғамда еркіндік аз, тәртіп қатал кезде болады. Ал керісінше, аномиялық суицид еркіндік бар, тәртіп азайғанда өршиді. Сондай-ақ, Дюркгейм кез келген мәселенің түбінде қандай да бір шешім барына сенді. Егер суицидтің жоғары деңгейі ауру деп есептелсе, онда Дюркгейм оның емі әлеуметтік ұйымдарды күшейту, әсіресе уақыттың басым бөлігі өтетін жұмыс орындарына мән беру керек деп есептеді. Ол бұл ұйымдар адамдардың қоғамға қажет екенін, нақты өз орнында екенін сезінуге көмектесуі мүмкін деп тұжырымдады. Бүгінде көптеген әлеуметтанушы Дюркгеймнің суицид туралы еңбектері сол кездегі статистикалық деректердің жеткіліксіздігінен жапа шекті деп есептеді. Соның өзінде ол статистиканы қоғам туралы теориялар дәлелдеу және бағдарлау үшін жаңа тәсілмен қолданды. Айғақтарға сүйенетін бейтарап бақылаушы болуға тырысты. Зерттеулерінен сіз күрделі мәселелердің жауабын іздеуге ұмтылғанын көресіз. Біз бүгін әлеуметтану ғылымының негізін салушылардың бірі Эмиль Дюркгеймнің суицид туралы еңбегіне тоқталдық. Алдағы шығарылымда Макс Вебердің негізгі концепциялары туралы айтамыз. Құрметті көрермен, арнаға жазылып, пікір қалдырып, кері байланыс беруді ұмытпаңыздар. Рахмет!